Сәлем достар, мақаланы қалай жазам деген сұрақтар көп түседі. Мақалаларды 10 жылдай жазып келе жатырмын. 20-дан астам ғылыми мақалам бар халықаралық журналдарда. Біріншіден, мақаланы не үшін жазып жатырмыз деген сұраққа жауап беру жөн. Ғылыми мақалаларды сіз өзіңіздің мансабыңызды өсіру үшін, PhD-ні бітіру үшін, магистратураны жақсылап бітіріп, ары қарай PhD-ға түсу үшін, немесе зерттеген жаңалықтарыңызды жіберу үшін жазасыз. Мақалаларды қайдан табамыз десеңіз, веб-сайттар бар, мен оны басқа видеода айтып кеттім, мына жерде де жазып қоям. Менің каналымда барлық мақалаларды біз тек шетелдік халықаралық журналдарға түсіру үшін деп көздейміз. Мақалаларды біз қайда тапсыратынымызды білу үшін біз бірінші оларды оқу керекпіз. Қандай мақала бар, осы зерттеп жатқан тақырыбымызға байланысты жақсы мақалаларды бірінші тауып аласыз, оқисыз, құралымын қарайсыз, қандай журналда тапсырғанын білесіз. Сол оқыған мақалаларыңыз қай журналда басылып шықса, соған байланысты сіз өзіңіздің қалаулы журналдарыңыздың тізімін құруыңызға болады. Көрпеңе қарап көсіл дейді. Егер мақалаңыз шынымен де керемет сапасы болса, онда сіз әрине де жоғарғы импакт факторлы журналға тапсыруыңыз жөн. Ол Q1 немесе квартил деген болады. Бірінші квартил ең жоғарғы 25% журналдардың сол тақырып бойынша. Сол журналдарға жататын біреуін таңдап тапсыруыңызға болады. Оны қалай тапсырамын деп сұрасаңыз, әр журналдың өзінің тапсыру ережесі болады және де форматы болады. Сіз ол журналды тауып алып, веб-сайтына барып, Guide for Authors немесе For Authors деген қосымшаны қарауыңыз жөн. Сол жерден оқып алып, барлығын түсінесіз қалай тапсыру керек екенін. Кейбір мақалалар, әсіресе орысша литературный обзор дейміз, шолу мақаласын жазып жатсаңыз, ол яғни анандай эксперименталды немесе статистикалық жұмыс жасап шығарған мақала емес, басқа мақалалардың синтезін жазып шығып тапсыратын мақала. Яғни ағылшынша оны review article дейміз. Олар эксперименталды жұмысқа қарағанда кішкене төменірек деп есептеледі. Және де оны жоғарғы импакт факторлы журналда қабылдай бермейді әр автордан. Егер сіз сондай бір мақаланы жазып шықсаңыз, ғылыми шолу мақаласын, және де жақсы журналға тапсырғыңыз келсе, онда сіз міндетті түрде review articles деген қосымшаны сол журналдың веб-сайтынан қарап оқып шығуыңыз керек. Өйткені кейбір кезде журналдар тек шақыру арқылы бұндай мақалалар түрін қабылдайды. Шақыру дегеніміз не? Ол редактор журналдың мына кісі, мына ғалым осы тақырыпқа жаза алатын шығар деп шақыру жібереді. Бірақ сіз танымал адам болмасаңыз ол салада, бірақ сізде бір керемет мүмкін мақала бар шығар, сіз ол үшін өзіңіз редакторға жазып сұрасаңыз болады. Тікелей имейлін сол веб-сайттан тауып аласыз, немесе кейбір журналдарда әдейі тапсыратын proposal form деген болады. Proposal form, яғни мені қарастырыңызшы деген форма. Сол жерде өзіңіздің жұмысыңыз бойынша ақпаратты жазып, тапсырып жібересіз, олар қарастырады. Егер осы кісі жаза алатын шығар десе, онда сізге жауап келеді. Ол міндетті түрде сіз өзіңіз студент болсаңыз, сіздің профессорыңыз жазу керек. Мақалаларды жазу кезінде көп құралдар қолданылады. Мен оны басқа видеомда айтып кеттім, мына жерге сілтемесін қойып қоямын. Структурасы туралы да айтып кеттім алдыңғы видеоларда. Құрылымы бойынша. Егер мақаланы толығымен өзіңіз жазып жатсаңыз, онда сіз біріншіден оның outline дейді, яғни жоспарын жазып шығуыңыз жөн болады. Мысалы, introduction, materials and methods, results and discussion деген ең басты секциялар болады ол мақаланың. Сол методды түсінікті, сіз не істегеніңіз жазасыз. Introduction бұл мақаланың тақырыбы неге маңызды, сіз зерттеген тақырып неге басқалардан жақсырақ деп ойлайсыз, соның бәрін жазып шыққаннан кейін, results and discussion деген секцияда әрине сіз міндетті түрде жоспарыңызды жазып шықсаңыз болады. Бірінші мен мынаны жазам, екінші мынаны жазам, үшінші мынаны жазам деп кішкентай секцияларға бөлсеңіз, соның негізінде сосын жазасыз. Біреумен бірге жазып жатсаңыз, онда сіз бөліп алғаныңыз жөн. Сен мына тақырып бойынша, секция бойынша, ал мен мынаны деп алдын ала келісіп, бөлісіп алыңыз. Төртінші маңызды ақпарат ол авторлардың тізімі. Бізде
мысалы сіз көресіз тақырыптарды оқығанда көп авторлар болады, оның қайсысы маңызды қайсысы маңызсыз, оның не екенін көбісі түсінбейді. Ең маңыздысы журналдың авторлық тізімінде ол ең бірінші автор және ең соңғы автор. Ең соңғы автор ол сіздің профессорыңыз немесе зертхананың басшысы, сол жұмысқа қаржыны алып келген, яғни грантты алып келген адам, сол соңғы болып жүреді. Ал ең бірінші автор ол сол жұмысты жасаған кісі, зертханада жүріп жасаған немесе көп бөлігін өзі жасаған адам бірінші автор болып тұрады. Егер бірнеше адам бірдей көлемде жұмыс жасаса, ол ғылыми мақалаға, онда shared authorship дейді, яғни бірнеше автор болуы мүмкін. Әдетте екі автор бірінші авторлықты бөліседі. Үш авторлықты өте ондай көргенде жоқпын, көбінесе екі адам болады. Сосын бірінші, екінші адамнан кейін қалған авторлары кішкене жұмысының көлеміне байланысты, азаюына байланысты тізбекте тұрады. Енді өте көп автор болғанда бір жағынан жаман көрінеді мақалаға. Өйткені мақаланың жұмыс көлемі кішкентай, ал авторлар өте көп болса, онда этикаға қарсы жұмыс болған-ау деген бір күмәндар пайда болады редакцияда. Сондықтан сіз тек жұмысқа кім қатысты, сол адамдардың аты тізбекте тұруы жөн. Бесінші айтып кететінім ол ChatGPT-ні жасанды интеллект құралдарын қолдану. Жақында бір ақпарат болды ғылыми саламда. Бір журнал өзінің шығарған мақаласын қайта жойды. Ол retracted papers деп аталады. Ол өте репутацияға кері әсерін тигізетін нәрсе. Ол этикаға қарсы нәрселер болды деген сөз, мақала шығарды. Оны ары қарай қазбалап оқысаңыз, сіз табасыз, ол басында шығарғанда ол ешқандай плагиат болмай шыққан мақала. Бірақ 6 айдан кейін тура сол мақаланың тексті басқа бір журналда шығыпты. Соны ары қарай зерттеп қараса, 6 ай бұрын екінші шыққан мақала өзінің манускриптін, яғни жазған текстін ChatGPT-ге, сол жасанды ChatGPT-ге салып жіберген екен. Бірақ ол кезде ол әлі тапсырмаған. Сосын бірінші шыққан мақала сол ChatGPT арқылы жазған екен мақаласын. Ал ChatGPT дайын бұрын басқа адамнан алған текстті жаңағы авторға шығарып жіберген. Кейін бірінші сол мақала қайтадан жойылды баспадан. Өйткені этика қарсы нәрсе, және де ChatGPT бұл жерде басқа адамның жазбасын қолданады деген сөз. Сондықтан сіз әсіресе документтеріңізді ChatGPT-ге салғанда өте сақ болыңыз, атыңыз, ешқандай конфиденциалды ақпарат болмау керек салып жатқан документіңізде. Өйткені ChatGPT басқа адамға сол документті қолдануы мүмкін. Тағы сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетіңіз, ал мақаланың түр-түрі қандай екенін білу үшін мына видеоны көріңіз. Көп рахмет, келесі видеода кездескенше.